Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тырнақ саңырауқұлақтары әдетте шартты патогенді саңырауқұлақтардан туындаған тырнақ инфекциясы болып табылады. Ол сары немесе ақ реңкті тырнақтың сыртқы жиектерінде қалыңдауын немесе ұсақталуын тудыруы мүмкін. Қартайған сайын тырнақтар сынғыш және құрғақ болады. Бұл тырнақтардың жарылуына әкелуі мүмкін. Демек, саңырауқұлақ инфекциясына бейім болады. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Видео соңында саңырауқұлақ инфекциясынан халық емі және үй жағдайында қалай құтылу керек екендігі жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Аурудың себептері: тырнақтың зақымдануы, жеке гигиена ережелерін сақтамау, ортақ заттарды пайдалану, аяқтың жоғарғы терлегіштігі, ылғалмен жанасқаннан кейін аяқтың және саусақтардың арасындағы терінің нашар кебуі, аяқтың анатомиялық ерекшеліктері, жалпақ табан, ылғалды ортада, қоғамдық орындарда үнемі болу, жасанды материалдардан жасалған тар, ыңғайсыз, нашар ауа өткізетін аяқ киімді пайдалану, жалпы иммунитетке әсер ететін қатар жүретін аурулар. Иммунитеттің кез келген әлсіреуі денеде әртүрлі сипаттағы инфекциялардың таралуына ықпал етеді. Саңырауқұлақ инфекцияларының дамуының негізгі себебі қоздырғыштың денеге немесе адам ағзасына енуі. Әдетте бұл микроспорумдар, трихофитондар және эпидермофитондар. Бұл саңырауқұлақтар анихомикозды жиі тудырады. Анихомикоз – тырнақтың сыртқы түрінің өзгеруі. Терінің саңырауқұлақты зақымдануы өте тез таралады. Бұл сипаттағы инфекциялар үнемі қоршаған ортада және адам ағзасында болады. Қолайлы жағдай туындаған кезде белгілері байқалады. Егер сіз қарапайым ережелерді ұстанатын болсаңыз, саңырауқұлақ инфекциясының алдын ала аласыз. Бассейндерге, ванналарға және саунаға барғаннан кейін аяқ пен аяқ киімдерді арнайы саңырауқұлақтарға қарсы құралдармен өңдеңіз. Аяқтың терісінің күйін қадағалаңыз. Ылғалдандыратын, жараларды емдейтін және антисептикалық әсері бар кремдер мен майларды қолданып үнемі күтім жасаңыз. Аяқтың денсаулығын сақтау үшін ыңғайлы, жастықшасы бар дұрыс аяқ киімді таңдаңыз. Ересектер мен балаларға арналған аяқ киімге мұқият қарау керек. Саусақтардың терісіне дұрыс күтім жасау, жеке гигиенаға қатаң талаптар, мұның бәрі жағымсыз диагнозды болдырмайды. Бірақ аяқтың саңырауқұлағы бұл үкім емес. Егер сіз мәселені шешуді кешіктірмесеңіз және тәжірибелі маманға хабарлассаңыз, инфекцияның көріністерінен біржола арыла аласыз. Саңырауқұлақ инфекциясының жиі кездесетін белгілері: тырнақтың пішіні бұрмаланған, сынғыш, сынған немесе жарылған, түсі қоюланған, ақшылдан сары қоңырға дейін түсі өзгерген, аздап жағымсыз иіс сезіледі. Саусақтардың аралықтарындағы ақ бұрпылдақ терінің болуы, жарықтардың пайда болуы, қызару және әртүрлі сипаттағы бөртпелер, терінің қабығының жарылуы, көпіршіктер мен жаралардың пайда болуы, тырнақ аралық аймақтың қабынуы және терінің түсінің өзгеруі. Патологияның түрлері: саңырауқұлақ инфекциясынан зардап шеккен аймақтың орналасуына және басым белгілеріне байланысты аурудың екі түрін ажыратады. Саусақ аралық саңырауқұлақ саусақтардың арасындағы теріге әсер еткенде және қажетті ем болмаса, инфекция тырнақ табақшасына өтеді. Екінші, өкше аймағының бүйір беттерінің және максималды тірек орындарының терісіне әсер ететін саңырауқұлақ. Үй жағдайында саңырауқұлақ инфекциясынан қалай құтылуға болады? Ең бірінші, қолда бар сірке суы. 2 литр суды қыздырып, 200 мл сірке суын қосыңыз. Аяқтарыңызды сол қоспаға батырып, 15 минут бойы ұстаңыз. Мақта шарын алма сірке суына батырып, тырнақтарыңызға және саңырауқұлақтардан зардап шеккен тері аймақтарына жағыңыз. Таза шұлық киіп, аяғыңызды жуып тастамай, сол қалпы түнге қалдырыңыз. Келесі, сарымсақ лосьоны. Сарымсақ күшті табиғи бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы агент. Бұл саңырауқұлақ зақымдануын ең жұмсақ жолмен, тіпті асқынған жағдайларда да жоюға көмектеседі. Сарымсақ шырынын алкогольмен бірге бір қатынасында араластырады және тазартылған сумен сұйылтады. Бұл лосьонмен терінің және тырнақтың барлық зардап шеккен аймақтарын саңырауқұлақтар толығымен өлгенше күн сайын майлау қажет. Үшінші түрі жалбызбен компресс жасау.
Жалбыз саңырауқұлақтарға қарсы тамаша құрал. Жалбыздың құрамындағы эфир майлары саңырауқұлақтарға, лямблияға және стафилококктарға қарсы қолдануға тиімді екенін көрсетті. Дәстүрлі медицина саңырауқұлақтарды шөптермен емдеу, жақпа сияқты тиімді әдіс деп санайды. Компресті дайындау үшін өсімдіктің жаңа жапырақтары қажет. Саңырауқұлақ инфекциясынан арылудың тағы бір жолы кофені қою қылып жасап, тұнбасынан саусақтарыңызды салыңыз. Бұл әдіс өкшедегі қалыңдап мүйізделе бастаған теріні де жұмсартады. Күнде кешке қайталап тұрсаңыз, теріңіз жұмсарып, ауырғаны басылады. Ендігі әдіс 200 граммдық банкаға уксустың эссенциясын құйып, оған жұмыртқаны қабығымен салып қойыңыз. Стаканның қабырғаларына жұмыртқа тимесін. Қараңғы жерде жұмыртқа толығымен еріп кеткенше тұрсын. Еріп болғаннан кейін жұмыртқаның жұқа пленкасын алып тастаңыз. Дайын болған консистенцияға 1 шай қасық сары май қосып араластырсаңыз, қоймалжың май аласыз. Алынған майды басқа ыдысқа ауыстырып алсаңыз болады. Күніге таңертең және кешке зақымдалған аймаққа жағып тұрғаныңыз дұрыс. Ол үшін ең алдымен зақымдалған аяғыңызды ыстық суға тұз салып, жібітіп алып, оны орамалмен сүртіп тастап, жақпа майды жаға берсеңіз болады. Егер зақымдалған аймақ тырнағыңызда болса, онда 4 қабат тәкеге жағылған майды тырнақтың үстіне қойыңыз. Аяғыңызға майды жағып болған соң, сыртынан целлофанмен, оның үстін бинтпен орап тастаңыз. Тек сол кезінде тез әсер етеді. Аяқ саңырауқұлақтармен күресу үшін емдеу процедураларын үнемі жүргізу маңызды. Халықтық емдеу әдістерін қолдансаңыз және жеке гигиена туралы ұмытпаңыз. Дәрігерге қашан қаралу қажет? Егер сізге өзін-өзі күту шаралары көмектеспесе және тырнақтың түсі өзгеріп, қалыңдап немесе деформацияланып жатса, дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Егер сізде қант диабеті болса және тырнақ саңырауқұлақтарын дамытып жатырмын деп ойласаңыз, міндетті түрде өз дәрігеріңізден консультация алғаныңыз дұрыс. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр, азды болсын сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, маған подписка жасауды сұраймын. Келесі видеода кездескенше.